Assalamualaikum азаматтар. Сіздер бір көлік каналындасыздар. Сіздермен бірге S4 машинасы тестілеп беруге тырысамын. Кемшілігі бірінші, төбедегі люктен су ағуы мүмкін, себебі су ағатын жолдары кір қоқыспен бітелген жағдай, я болмаса тығыз тұратын резеңкелер тозған жағдайда. Бұны салонға отырған кезде төбеден анықтап қараңыз. Төменгі табалдыр орысша айтқанда порогі шіруі де мүмкін. Жүргізуші жағында артқы есіктің төменгі бұрышы дөңгелекпен екі ортада коррозия пайда болады. Алдыңғы стойканың маңайында астыңғы жағында шіріген болса, ол машинадан қашқаныңыз дұрыс. Моторға өтетін болсақ, шамаңыз келгенше механический инжектор болса жоламаған абзал. Алған жағдайда бейнет көріңіз әбден мүмкін. 4 цилиндрлі мотор көлемі 2 кубтық монопристің күші аздау келеді. 101 аттың күшіне ғана тең. Бұндай машинадан жақсы сезім, эмоция ала алмайсыз. Ең басты деген осал жерлерін айта отырып, артықшылығын да басып айтатын боламын. Бұл Audi автомобилі Германия Демократия Республикасының ферғінің қарамағына кірген кезі қыздардың модасында лосини немістердің шыққан кезі Audi бочка, Audi S4 туындаған шақ. Бұны айту себебім, мен ол кездерде, сол жерлерде Дрезден, Потсдам, Бухенвальд қалаларында Европаның өмірін таныған болатынмын. Енді сөзден іске көшелік. Астына комментарий жаза кетіңіз. Сіздің қызықтырған автомобиль болса, міндетті түрде тесттеп жауап беремін. Ұнап көңілден шығып лайк басудан тартынбаңыз. Соңында қызықты ақпарат болады. Енді қандай автомобиль ыңғайлы деген сұрақ туындайды. Егер де 4 цилиндр АВК болса, бұл төзімді, бюджетке де қолайлы, экономды. Артқы багажникке келетін болсақ, көлеміне 550-10 литр су сияды. Біздің өлшеммен 5-6 қап картошка жайымен жайғасады. Бірақ сіз картошка салуға қимассыз деп ойлаймын. Бұлардың габариті кең, 1,87 ұзындығына рульді ыңғайлы да жайлы сезінемін. Басым төбесіне тимейді, аяқтарым кең жайғасады. Қолдарым есік жақтауына тимейді, оң жақ қолыңыздың астына коробканың ичағы дәл арақаңға салғандай келеді. Осымен қоса жүресінің артында орындықта тұрған жолаушы да еш кедергісіз қиналмай орнына қалады. Тез қимылдайтын, жылдам жүгіретін көлік керек болса, оның жүрегі де алапат күшті болу қажет. Ол үшін V-образный B6 2.6 көлемді 150 ваттың күші бар темір тұлпары керек сізге. Бұл аз десеңіз 2.8 көлемді H4 174 аттың күшіне тең. Бұны аз десеңіз дизельді спорттық түрі де бар. Жылдам және жайлы жүруді қалайтын жүргізушілер арасында Audi S100 қашанда актуальды популярны болатын 100%-ға сенімдімін. Ең басты ерекшелігі артықшылығының бірі, бұл автомобиль кузовы шараға шірімейтін оцинковкадан жасалған. Қыстың күндері салондағы пеші қолыңызды күйдіреді. Жақсылап қарап отырсаңыз, ұзақ уақыт мінесіз. Үлкен жылдамдықта өзінің салмағымен, мығым жүруімен адамға толыққанды сенімділік тудырады. Алапат зор эмоция, керемет құлшыныс, сенімділік пен рух сыйлайды. Сөз жоқ, мен оған сенімдімін. Келесі видеоны өткізіп алмас үшін тіркеліп алыңыз. Мен берген ақпарат ұнаса лайк басып, келесі видеода қандай көлікті көргіңіз келеді комментарий жазыңыз. Жоғарыда айтылғанда сіздерге сыйлық астына сілтемені ала кетіңіз. Хош сау болыңыздар.